Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет те жұмсақ пахлава әзірлейтін боламыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға алдын ала ұнымызды електен өткізіп, үстіне қопсықышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, крошка әзірлейтін боламыз. Енді крошкамыздың үстіне сметанамызды, яғни қаймақ, сары уызымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді пахлава начинкасын әзірлейміз. Кебі ыдысымызға қантымызды және алдын ала грек жаңғағын мен жақсылап миксердің көмегімен майдалап алдым. Біріккенше араластырамыз. Дайын болған қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. 250 грамнан таразының көмегімен бөліп алатын боламыз. Үшеуі 250 грамнан болып шығады. Үлкен бөлігін ең алдымен жайып, оны ең астына жібереміз. Енді үлкен бөлік қамырымызды жайып, үстіне ақ уызымызды щетканың көмегімен жағып шығамыз. Және алдын ала дайындалып қойған жаңғағымызды 3 бөлікке бөліп қоямыз, және бірінші бөлігін саламыз. Енді қалған қамырымыздың 3 бөлігін дәл видеода да көрсеткендей етіп, жайып шығып, дайындайтын боламыз. Қамырымызды толықтай бетін жауып, екі шетін осылай видеода да көрсеткендей етіп өріп, үстіне сары уызымызды щетканың көмегімен жағып, алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қосып, пісіретін боламыз. Енді пахлавамыздың үстіне осылай жаңғағымызды қойып шығатын боламыз. Пахлавамыздың пісуіне 5 минут қалғанда әселімізді алып, бетіне щетканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Міне біздің пахлавамыз дайын болды. Толықтай бөлме температурасында суытып, пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Алдыңғы уақытта керемет те тегін мастер-класстармен сіздермен бөлісетін боламын. Видеома лайк қойып, қоңыраушаны басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.